Ассаламу алейкум, сәлем баршаңызға. Бүгін біз ет туралы баяндайтын боламыз. Алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ет қазақ халқының ең басты қадірлі тамағы. Қонақасыға міндетті түрде ет асып, дәм-тұз таттыратын әдет ежелден сақталған. Ет дегенде бет бар ма? Ет етке, сорпа бетке. Сен ет деме, мен кет демеймін деген әзілдер халық арасында жиі айтылады. Асылы, ет жеп өскен қазаққа оның пайдасы мен тағамдық құндылығын, сондай-ақ зияны тұстарын да айта кетуді жөн көрдім. Мамандар еттің өте пайдалы тағам екенін, алайда оны шамадан тыс артық жеудің зиян келтіруі мүмкіндігін еске салады. Жалпы, жеңіл дене еңбегімен шұғылданатын ересек адамдарға күніне 150-200 грамм ет жеу жеткілікті. Еттің құрамындағы дәрумендер негізінен қайнатылған кездегі сорпаға шығады. Сондықтан етті көбінше қуырып емес, қайнатып, сорпалатып ішкен анағұрлым пайдалы. Етті көп жеу ағзада экстративті заттарды, атап айтқанда несеп қышқылын құрайтын пурин негіздерін, сондай-ақ азотты метаболизмнің түпкі өнімдерін көбейтіп, ауыртпалық түсіреді. Жалпы, еттің тағамдық құндылығы өте жоғары және адамға қажетті өнімнің бірі болып табылады. Әсіресе, оның ішектері дәрумендерге бай. Адам ет арқылы барлық қажетті минералды заттарды алады. Етте В тобындағы дәрумендер, никотин қышқылы, малин, тиамин, биотин, фолий қышқылы, рибофлавин, фосфор, күкірт, темір, натрий, калий бар. Сонымен қатар мыс, кобальт, мырыш, йод секілді біршама микроэлементтер қатарымен толысады. Әсіресе бауырда дәрумендер өте көп болады. Мысалы үшін А, В дәрумені, тиамин, никотин, аскорбин қышқылы. Ал бүйрекке келетін болсақ, А және В дәрумені бүйректе өте көп кездеседі. Ет малды сойып, алғашқы өңдеуден кейін алынатын әртүрлі ұлпалар жиынтығы. Сондай-ақ жоғары құндылықты тамақтанудағы маңызды өнім болып табылады. Ірі және ұсақ қара мал етінің қорытылуы тәжірибе жүзінде бірдей де, ал шошқа етінің қорытылуы қиынырақ. Еттегі май мөлшері ет сапасына зор әсерін тигізеді. Құрамында май болмаса немесе аз болғанда, еттен алынатын өнімдердің де құны, сапасы төмен болады. Дегенмен, өте майлы ет энергиялық бағасын көтергенмен де дәмі мен қорытылуын төмендетіп жібереді. Жануарлар майларының құрамында ауыстырылмайтын қанықпаған май қышқылдары бар. Олар линол, линолен, арахидон. Бұлар зат алмасуда маңызды орын алады. Фосфор қышқылының қалдығы бар фосфолипидтер адам ағзасына аса қажет. Қой еті фосфолипидтерге бай. Ол қанның ұюына әсер етеді. Фосфолипидтер негізінде барлық тірі ағзаларда кездеседі. Көбінесе жүйке басында, мида, жұмыртқаның сары уызында, қандағы эритроциттерде көп. Холестерин ет құрамында көп болады. Оның құрамы ағзаға келіп түскен тағам түріне және қатты синтезделуі мен ыдырауына байланысты. Майға қарағанда бұлшық етте холестерин 1,5 есе аз болады. Сондықтан майы аз етті қолдану ұсынылады. Ал шұжықтардың калориясы майына, байланыстырғыш талшығына, технологиялық өңдеуіне байланысты ерігіштік май қолданылады. Ал анағұрлым ерігіштігі төмен майлар тез сіңімді деп есептеледі. Сіңімділігі ауыр болғандықтан шұжықтың тәуліктік нормасы аз мөлшерде болғаны дұрыс. Құс еті диеталық тағам.
Ағзаға тез сіңімді еттердің бірі құс еті. Құс етінің құрамында В, калий, магний, натрий, темір, фосфор, мырыш, кальций, мыс секілді минералды заттар бар. Ол қазақ дастарханына кейіннен енген өте пайдасы мол тағам. Мал етіне қарағанда құс етінде коллаген мен эластин аз. Сол себепті асқазанда жеңіл қорытылады. Боткин ауруына ұшырағандарға тауық етін жеуге рұқсат ететіні де сондықтан. Ота жасалған науқастарға да тауықтың сорпасын диеталық тағам ретінде ұсынылады. Дегенмен, тауық сорпасын шектеулі түрде пайдаланған жөн. Себебі глютамин қышқылының, эфир майларының, азоты бар заттардың, әсіресе пуринді негіздердің әсерінен болатын иісінің зиянды болуында. Сондықтан тауық етін күнделікті ас мәзіріне айналдыруға болмайды. Қатан ем-дәмдерде пайдаланса, күрке тауықтың еті қатты аурулардан әлсіреп қалғандарды әлдендіреді. Ал қаздың майы үсік пен күйекке таптырмас ем. Еттің сапасын қалай анықтаймыз? Адамзаттың тамақтануында ет өнімдерінің сапалығы аса маңызды. Дей тұрғанмен, оның өндірістегі техникалық, санитар-гигиеналық ережесімен тығыз байланысты екенін естен шығармау керек. Қандай да бір дүкендерден, базарлардан етті сатып аларда, оның сәнділігіне емес, сапалығына да баса назар аударған жөн. Етті қайнатқанда құрғақ қабықшаның пайда болуы, етке тән аздаған қышқылдау иістің болуы, аздап қаттылау және бұлшық еттің ішкі қабатында қышқылдау орталықтың болуы еттің бұзылғандығын аңғартады. Ауру, шашаған және арық малдан алынған еттің құрамында гликоген аз болады. Осы себептен жеткілікті мөлшерде сүт қышқылы түзілмей, барлық пісу процесі еттің жоғарғы қабаттарында ғана жүру мүмкін. Мұнда еттің дәмі нашарлау келеді. Асқазанда дұрыс қорытылмайды және нашар сақталады. Еттің құрамында жүретін өзгерістер микроорганизмдердің тұқым шашуы, ауру және тым шаршаған малдың тірідей кезінде не болмаса сояр алдында дем алдырмаудан болуы мүмкін. Негізінен бұл үдерістер малды сойғаннан кейін етті мүшелеу, сақтау және тасымалдау жұмыстарын жүргізу барысында болады. Ет сатып аларда мына нәрселерге мән аударған абзал. Өзіңіздің үнемі жеке ет сатушыңыздың болғаны дұрыс. Түсін зерттеу. Жас сиыр етінің түсі қызыл болады. Бұзау еті алқызыл. Қой еті сиыр етіне ұқсас, бірақ қою әрі қанық болады. Еттің бетін қарасаңыз, еттің кеуіп кеткеннен пайда болатын жіңішке ақшыл алқызыл қабаттар қалыпты жағдай, бірақ еттің бетіне бұдан өзге де дақтары болмауы тиіс. Онымен қоса артық шырш бөлінбеуі керек. Егер етке қолыңызды тигізсеңіз, ол құрғақтау болып тұрған абзал. Иіскеп көру. Жағымсыз иіс шықса, еттің тұрып қалғандығын, сапасыздығын білдіреді. Кесек етке қыздырылған пышақ сұғып көрсеңіз, еттің ішкі бөлігінің сапасын анықтай аласыз. Майына мән беру. Етті алған соң майын пайдаланбасаңыз да, ол ет туралы біраз нәрседен сыр шертеді. Майдың түсі ақ болуы керек. Құрылымы жағынан сиыр етінде үгітіліп тұрса, қой етінде тығыз орналасады. Жақсы етті кескен кезде майы бетінде бытырап орналасқан болады. Тығыздығына назар аударғаныңыз жөн. Жас етті саусақпен басып көргенде ол былқылдап тұрады және саусағыңыздан қалған кішкене шұңқыр бірден жазылып кетеді. Тоңазытылған ет таңдау. Тоңазытылған етті таңдағанда оны тоқылдатып көріңіз және дыбысына назар аударыңыз. Оны саусақпен басып көргенде тегіс тілік пайда болады. Түсі ашық болады. Етті абайлап жібітіңіз.
неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым жақсы. Мысалы, тоңазытқышта сақтау керек. Егер ол дұрыс тоңазытылған болса, онда пісірілген еттің дәмі мұздатылған еттен айырмасы болмайды. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Мені арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Гүлназ.